Сіздерге уәде еткендей, осы балаңыздың ағылшын тілі деңгейін анықтауға арналған чек-листмен бөлісейін деп шештім. Олай болса кеттік. Ең біріншіде балаңызға осы видеоны қаратпайсыз, өзіңізге қаратып тұрып, балаңыздан бірінші өтініш. Балам, ағылшын тілінде неше әріп бар, соларды маған жазып берші, үлкен кішісімен бірге деп сұрайсыз. Бұл жерде ретімен жазу маңызды емес. Бала әртүрлі ретте, бірақ барлығын жазып шығуы маңызды. Жартысынан көбін жаза алмаса, жартысын ғана жазса, осы жерде проблема бар деген сөз. Екінші, осы тұста ағылшын тілінде неше дауысты дыбыс бар екенін сұрауға болады. Олар бізде бесеу, A, E, бұл жерде A, E, I, O, U және қазақ тіліндегі сияқты Y әрпі кейде дауысты, кейде дауыссыз болады. Бірақ дауысты-дауыссыздарды білуі өте маңызды шарттың бірі емес, біліп тұрса жақсы, артық болмайды. Екінші мәселе, тағы да осы әріптерді өзіңізге қаратып, қазір мен аудиосын айтам, соны балаңызға жазғызасыз. Сіз дұрыс оқылуын білмей қалуыңыз мүмкін, сондықтан қазір аудионы тыңдайсың, сол әріптерді жазып бер деп өтінесіз. Көбінесе балалар осы әріптерді жазу барысында қателік. Мысалы, мына жерде әріптерді ретімен жаттап алу мүмкін. Неге мынаны жазғызамыз? Себебі мына жерде ойымен жаттап алу мүмкін, ретімен жазып шығады кейбір бала. Енді ортасынан осылай әсіресе көп шатастыратын әріптерді сұрасаңыз, осы жерде тағы бір қателікті байқауға болады. Олай болса кеттік. Балаңызды дайындаңыз, мен айтқан әріптерді рет-ретімен жазып шықсын. Егер үлкен кішісінің біреуін ғана жазса болады, екеуін жазса болады, қайсысы ыңғайлы солай. Олай болса кеттік. Бірінші әріп бізде C, C, I, W, W, Q, Q, E, E, G, G, A, Y, Y, J, J, U, U, H, H. Егер балаңыз осы әріптердің барлығын жазып шықса, онда алфавит бойынша мәселе жоқ деген сөз. Үшінші, бірақ біріншіні мұнаның барлығын жазса, ол жерде толық біледі деп айтуға келмейді. Кейбір бала ретімен осылай жаттап алады, бірақ ортасынан сұрағанда білмейді. Ол деген әріпті толық білмейді және сөз оқи алмайды деген сөз. Енді үшінші рет сенімдірек болу үшін мен қазір ағылшынша сөздерді айтам, солардың дұрыс жазылғанын диктант сияқты жазғызасыз, сосын жазып болған соң тексересіз. Олай болса кеттік. Apple, Apple, cat, cat, chair, chair, chair деп айтылады, негізі ырды қатты оқымайды. Rocket, rocket, bag, bag, gym, gym, sleep, sleep, hat, hat, girl, girl, elephant, elephant, hippo, hippo, fox, fox, whale, whale деген бізде кит. Queen, queen, under, under. Окей, біз үш сынағымызды да өткіздік. Егер оқушы осы үш сынақтан да өтсе, әріптерді жатқа біледі деген сөз, және қосымша сөз оқытып тексеріп көруге болады. Балаңызда алфавит бойынша проблема жоқ. Көбінесе 90% оқушылар алғашқы
бірінші екінші түрінен проблема болады. Бұл алфавитпен үлкен проблема, балада фундамент жоқ, басынан бастап үйрету керек дегенді білдіреді. Және осы анықтау тестіні балаға өзің жаса деп қалдырып кетсеңіз, ол тағы дұрыс болмайды, себебі барлық көрініп тұр. Сол үшін сіз видеоны өзіңізге қаратып отырып, видеоны тыңдатып және балаңызға жаздыру арқылы тексере аласыз. Сәттілік. Егер осыны жасап көрсеңіз, балаңызда бәрі дұрыс болса, немесе проблема болса, төменде комментарийға жазып бөлісе кетіңіз. Ары қарай не істеу керек екен туралы сіздерге кеңес беретін боламын. Сау болыңыздар.